Саламатсыздар, құрметті достар. Біз бүгін to be етістігінің екінші сабағын бастаймыз. Өткен сабақта мен сіздерге түсіндіргендей, to be етістігі үшке жіктеледі деп мен айттым. Ол бізде am, is және are. Біз am және are етістігімен өткен сабақта таныстық. Бүгін біз сіздермен is, to be мен жұмыс жасайтын боламыз. Is to be бізде тек қана үшінші жақта қолданылады. Ол бізде he is қысқартып біз жазамыз his. Келесі she is қысқартылып жазылады she's. Және жансыз заттарға немесе жануарларға қолданылады. Ол бізде it is қысқартылып it деп жазылады. Енді мысал келтіретін болсақ, he is a doctor. She's a teacher. Мысалы, біз мамандықтарды алып жатырмыз, оңайырақ түсінікті болу үшін. Және де it's a pen. Мысалы, оңай. Енді осы сөйлемді болымсыз түрге айналдырайық. Болымсыз is to be-не not жалғану арқылы жасалынады. Қысқартып isn't деп жазылады. Isn't. Мысалы, he is not. Бірақ біз қысқартып жазамыз he isn't. Келесі she is not. Қысқартып жазамыз she isn't. Және соңғы it is not. Қысқартып жазылады it isn't. Енді мысалға келетін болсақ, дәл осы мысалды біз қазір болымсыз түрге айналдыратын боламыз. Isn't a doctor. Келесі мысал, ол мұғалім емес. He isn't a teacher. Және соңғысы бұл қалам емес. It isn't a pen. Бұл бізде болымсыз түрі. Енді дәл осы сөйлемді біз сұраулы түрге айналдырайық. Сұраулы түрге қойған кезде бізде is to be есімдіктің алдына қойылады. Is he немесе she немесе it. Және сұрақ белгісі. Яғни is he a doctor, is she a teacher немесе is it a pen. Енді кеттік мысалға тоқталайық. Мысал кеттік. Ол дәрігер ма? Is he a doctor? Is he a doctor? Жауап береміз. Я, ол дәрігер. Yes, he is. Немесе жоқ, ол дәрігер емес. No, he isn't. Яғни жауап сұрақ to be-мен қойылып тұрса, жауапта to be-мен жауап беріледі. Келесі, ол мұғалім ба? Is she a teacher? Жауап береміз. Я, ол мұғалім. Yes, she is. Жоқ, ол мұғалім емес. No, she isn't. No, she isn't. Енді соңғы мысалымыз, ол бізде затқа қатысты. Is it a pen? Бұл қалам ба? Жауап береміз. Я, қалам. Yes, it is. Немесе болымсыз жауап. Жоқ, бұл қалам емес. No, it isn't. No, it isn't. Яғни болымды болымсыз және сұраулы түрі
Үшінші жақта to be осылай жасалады. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді өз білімдеріңізді тексеріп, қорытындылау үшін мен сіздерге қысқаша тапсырма дайындап қойдым, әдеттегідей. Бұл тапсырмаларды орындап, комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады жауабын. Егер қызықты болып ұнап жатса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, көріскенше сау болыңыздар.